Бала күннен қолына қылқалам алып сурет салуға құмар болған кішкентай суретшінің есімін бүгінде әлем таниды. Ол суретші Ринат Елубаев. Туындылары алыс жақын шет елдерде, Беларусь, Ресей елдерінде жеке көрмелерге қойылып талғампаз көрерменнің көз айымына айналған. Сондай-ақ ақш, Италия, Армения мемлекеттеріндегі байқаулардан да жүлделі оралды. Сурет өнері деген мынау кейбіреуіне ерте келеді, кейбіреуіне кеш келеді дейді. Сурет өнері бірден кәдімгідей нақышына, апогеясының өзін бір жететін уақытына ерте жетпейді да, бір уақыт керек оған. Сезіп, түсініп, бұл өте күрделі өнер ғой. Сол жастай қатты сезініп түсіне алмадым, бірақ кейін сол жаңағыдай жылдар келе түсіне бастадық осы бейнелеу өнері. Оюлы тақия киген суретшінің образының өзі өзгелерден ерек. Бейнелеу өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар таланттың өзгелерден ең басты ерекшелігі көзін жұмып ақ сурет салады. Адам деген тоқтап қалуға болмайды ғой. Бірінен соң дами беру керек, суретті салу керек, қосымша тағы ой келе береді ғой. Енді әр адам әртүрлі, кейбір адамдар болады, осы мен тәуба шүкір деп қала салатындар да бар. Кейбір адамдар ондай емес, деп жаңағыдай маған аз, мен қанағатсызбын, мен мынаған қанағаттанбаймын, ананы көрейін, мынаны істедім, аз. Сондай адамдардың қатарында мен ешқашанда ештеңе қанағаттанбаймын. Сол қанағаттанбағанның арқасында осындай неше түрлерді көріп істеп отырмыз. Как ни крути, там картина. Ринат шетелдік танымал шоуға да қатысып, шеберлігін күллі әлемге дәлелдеді. Көптің қолынан келмейтін машығымен таңғалдырды, қабілетімен әлемді мойындатты. Мойындағаны болар, Ринат Елубаевқа халықаралық Микеланджело сыйлығы табысталды. Бұл картинада бұл енді сақ дәуірін бейнеледім ғой, мына киім көріп тұрсыздар ғой, сақтың бейнесі. Енді көбінесе өмір деген енді ана мен бала ғой, енді жалпы бәрі сол ана мен баладан тұрады ғой. Өмірдің мәні сол ғой, енді былай қараса. Цикл сол жалғасып келе жатқан. Суретті импрессионистік модерн бағытында салатын суретші ойын бір сәттік әсер арқылы жеткізеді. Құбылмалы әлемнің сол сәттегі бейнесін беруге машықтанған. Таза холст тұрады, болды. Процесс басталған кезде өзі бір түп санаммен жазам да. Ойламайым, тек краскаларды лақтырып, анархиядан мен әдемі бір образ құрастырам. Қылқалам шеберінің әр еңбегінен ішкі толқынысы мен болмысын байқауға болады. Автор салған суреттер арқылы өзі сүріп жатқан өмірдің өзі таныған шындығын берген. Ринаттың өнерге құштарлығы әр картинасына жан бітіріп тұрғандай.